Сәлем балалар, бүгін бізде математика сабағы 2 сынып 58 сабақ. Сабақтың тақырыбы екі жиынның бірігуі және қиылысуы. Бірінші есеп, диаграммаларға қара. Е және К жиындарының бірігу операциясы. Е және К жиындарының элементтерін ата. Е жиынында көк, жасыл, қызыл тік төртбұрыш, күлгін сары шеңбер элементтері бар. К жиынында күлгін сары шеңбер, қою көк шаршы элементтері бар. Әр жиында неше элемент бар? Е жиынында 5 элемент, К жиынында 3 элемент бар. Е және К жиындарына ортақ элементтер бар ма? Егер бар болса, олар қандай элементтер? Е және К жиындарына ортақ элементтер бар, ол күлгін және сары шеңбер. Екінші есеп, зерттеу. Диаграммаларға қара. М және О жиындарының қиылысу операциясы. М және О жиындары қандай элементтерден тұрады? Әр жиында неше элемент бар? М жиынында Б, А, Р, С элементтері бар, яғни 5 элемент бар. О жиынында Б, Р, К, Т 6 элемент бар. Осы жиындарға ортақ элементтер бар ма? Бар. Олар ортақ элементтер Б және Р. М және О жиындарына тиісті 3 элементтен жаз. М жиынына тиісті А, С. О жиынына тиісті К, Т. Үшінші есеп. Диаграммаларға қара. Сұрақтарға жауап бер. Баянауылға кімдер барды? Баянауылға Алуа, Қайрат, Зере барды. Қарқаралыға неше бала барды? Қарқаралыға 2 бала барды. Диаграммалар бойынша өзің сұрақтар қой. Баянауылға неше адам барды? Қарқаралыға кімдер барды? Баянауылға да Қарқаралыға да барған кімдер? Төртінші есеп, А нұсқасы. Диаграммаларға қара. Осы жиындардың бірігуіне және қиылысуына тиісті сандарды ата. А және Б жиындардың бірігуіне тиісті сандар 30, 50, 40, 16, 57. А және Б жиындардың қиылысуына тиісті сандар 40. Диаграммалар бойынша өзің сұрақтар қой дейді. А жиынында қандай сандар бар? Б жиынында қандай сандар бар деп сұрақ қоюға болады. Ә нұсқасы. Берілген жиындар элементтерінің атауларын салыстыр. Осы жиындардың бірігу және қиылысу диаграммаларын құр. Таулар жиынында Қаратау, Зеренді, Мұғалжар таулары бар. Көлдер жиынында Зайсан, Зеренді, Балқаш көлдері бар. Енді таулар мен көлдер жиындарының қиылысу диаграммасын сызамыз. Суретте берілгендей сызамыз. Келесі берілген диаграмма таулар мен көлдер жиындарының бірігу диаграммасы. Осыны дәптерлеріне сызасыңдар. 5-ші есеп, теңдеулерді шеш. 60 азайту X тең 24. Бұл жерде азайтқыш белгісіз болса, азайғыштан айырманың мәнін азайтамыз. Сонда бізде 36 шығады. Келесі теңдеу X қосу 15 тең 82. Бізде егер қосылғыштардың бірі белгісіз болса, онда қосындының мәнінен азайтамыз белгілі қосылғышты. Сонда бізде 67 шығады. 6-шы есеп, өрнектер құр және олардың мәнін тап. 90 азайту 48 қосу 23 тең 65. 63 азайту 48 қосу 34 тең 49. 29 қосу 36 азайту 19 тең 46. 54 қосу 36 азайту 47 тең 43 шығады. 7-ші есеп, С қосу сөзіндегі ал Д азайту сөзіндегі әртүрлі әріптердің жиындары. Осы жиындардың бірігу және қиылысу диаграммаларын құр. Бізде көрсетілген диаграмма С және Д жиындарының қиылысу диаграммасы. Келесі көрсетілген диаграмма С және Д жиындардың бірігу диаграммасы. Осы екі диаграмманы дәптерлеріне сызып алыңдар. Осымен математика сабағы аяқталды. Есептер түсінікті болса, лайк басып, каналға тіркеліп, 2 сынып оқитын досыңа жіберуді ұмытпа. Аяғына дейін тыңдағандарына көп рахмет, сау болыңдар.